Жыл сайын елімізде есірткі саудасымен айналысатын бірнеше қылмыстық топ құрықталып, Ауғанстаннан келетін 1 тоннаға жуық героин тәркіленеді. Бұл жағдай орталық Азия елдері үшін өте өзекті мәселе болып отыр. Бүгін Алматыда Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі мен заңсыз есірткі саудасымен күрес жөніндегі орталық Азия өңірлік ақпараттық үйлестіру орталығының бірлескен жұмыс тобы бас қосты. Оған Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан елдерінің өкілдері қатысты. Жиында Ауғанстаннан есірткі тасымалының арналарын жою бойынша өзара іс-қимылдар пысықталды. Шекара ынтымақтастығы, маңызды ақпаратпен алмасу, ұйымдасқан қылмыстық топтардың жолын кесуде бірлесіп атқарылатын жұмыстардың маңыздылығы айтылды. Осы уақытқа дейін халықаралық орталық есірткі тасымалының 32 жолын кесіп, 70-тен астам қылмыстық топтың басшылары жауапқа тартылған. Бірлескен іс-қимыл нәтижесінде орталыққа мүше елдер аумағында 6 тоннадан астам есірткі тәркіленген. Оның 350 келісі героин, 144 келісі апиын және басқа да түрлері. Бұл орталыққа қазір 7 мемлекет мүше. Бұған қоса Германия, Франция мен Ауғанстан сынды бірқатар мемлекет осы орталықтың жұмысын бақылайды. Олар да алдағы уақытта оған мүше болуға ниет білдіреді деп ойлаймын.